Бейбарыс ауылдық округінде тұрғындардың келісімімен 100 үйдің ауасын дезинфекциялау жұмыстары жүріп жатыр. Жалпы көлем 150 мың шаршы метрді құрайды. Сонымен қатар әкімдік Бейбарыс, Талдыкөл және Аққайын ауылдарындағы 700-ге жуық үйге дәрі таратуда. Бұған дейін мұндай шаралар Сарайшық пен Ортақшылдағы 1000-ға жуық үйде жасалған. Қазір ол жақтағы ахуал тұрақты. Тағы да біз қосымша жаңағыдай дән алып жатырмыз. Мынау у берілетін. Оларды жаңағы тегін мынау үйлерге таратып жатырмыз. Одан басқа малға және адамға зияны болмайтындай улар шашу жөнінде сол дератизация жұмыстарын жасайтын мекеме тауып, бүгін міне Талдыкөл ауылында 47 үйге бастап жасалып жатыр және үйлердің саны көбейеді. Ауылда дезинфекциялаумен қатар арнайы техникалардың көмегімен шөп шабу жұмыстары жүргізілуде. Бұл қалың шөп арасындағы тышқан індерінің көзін жоюға көмектеседі.